Быйыл ақын журналист Кәрім Сауғабайдың 80 жылдық мерейтойы. Осыған орай шаңырақ көп балалы отбасыларды қолдау орталығы мектеп оқушылары арасында алғаш рет Кәрім Сауғабай оқуларын ұйымдастырды. Шара онлайн форматта өтіп, оған 50-ден астам білімгер қатысқан. Байқау қорытындысы бойынша 8 оқушы бағалы сыйлықтармен марапатталды. Мектеп оқушылар арасында Кәрім ақын, Кәрім жыр атты бірінші Кәрім Сауғабай оқулары быйыл алғаш рет өткізіліп отыр. Байқау ережесіне сәйкес қатысушылар ақынның бір өлеңін мәнерлеп оқып, оны бейне жазбаға түсіріп, орталықтың инстаграмдағы парақшасын белгілеп жариялаған. Шараға 10 мен 18 жас аралығындағы барлығы 53 үміткер қатысты. Жеңімпаздарды арнай бекітілген қазылар алқасы анықтап, 8 оқушыға бағалы сыйлықтар табысталды. 2 апта бұрын ғана жариялаған күннің өзінде 53 бала тапсырды. Кеше тоқтаттық, тағы 10 шақты бала тілек білдірген. Енді өзінің ұрпақтарының демеушілігімен өткізіп жатырмыз. Ұрпақтар да көмектесіп жатыр. 8 балаға материалдық құнды бағалы сыйлықтар, одан бөлек 15 балаға Серік Ақсұңқарұлы мен Қойлыбай Асановтың кітаптарын сыйлаймын, және барлық қатысушыларға сертификаттар, сосын 35 мұғалімге алғыс хаттармен марапаттаймыз. Осы балалар дайындаған. Кәрім Сауғабай 1941 жылы 20 қазанда Қарағанды облысы Егіндібұлақ ауданы Идрей ауылында туған. 1964 жылы Қарағанды педагогикалық институтын, 1972 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақстан ұлттық университетті бітірген. Мойындау, күдерінді үзбе, Балқантаудың басында, үш қара оттары жыр жинақтары мен мәди повесінің авторы. Амандық болса 20 қыркүйекте 80-ге келеді. Соған байланысты мына үлкен шаралар жүргізіліп жатыр. Соған өте қуаныштымын өзім. Сол мына және де балалар, көп балалар белсенді қатысып жатыр. Оған да бір үлкен қуаныш қазір. Сондықтан рахметімді айтқым келеді. Сол ұйымдастырушыларға. Осы жалғасын табады деп ойлаймын. Осылай ары қарай 70 жасында Егіндібұлақтың басына барып, осындай шара өткізген болатынбыз. Енді әкем мен шешем өмірден өтті. Енді біз сол жалғастырып жатырмыз. Шараның басты мақсаты ақынның әдеби мұрасын жас ұрпаққа насихаттау, көркем оқуға баулу болып табылады. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта бұл байқауды дәстүрге айналдыруға ниетті. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы.